Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен асқабақ қосылған мәнті жасау рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 1,5 килограмм майлы ет, 10 картоп, 1 килограмм 250 грамм асқабақ, 2 пияз, 1 ас қасық қара бұрыш, 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант қажет. Қамырын дайындау үшін бізге 750 грамм ұн, су, 1 шай қасық тұз, 2 жұмыртқа, 1 шай қасық зәйтүн майы қажет. Енді ұнның үстіне тұзды, 2 жұмыртқаны, суды аз-аздан қосып отырып, орташа қамыр илейміз. Бір шай қасық зәйтүн майын қосамыз. Қамырымыз дайын, салмамыз дайын болғанша бетін жауып қоя тұрамыз. Етті өте ұсақ текшелерге бөліп тураймыз. Туралған дайын қоспаларымызды ыдысқа саламыз. Асқабақты да кішкене текшелерге бөліп тураймыз. Картопты да кішкене текшелерге бөліп тураймыз. Пиязды да кішкене текшелерге бөліп тураймыз. Үстіне тұзды, қантты, қара бұрышты қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Қамырды 4 бөлікке бөліп аламыз.
Енді қамырды жаямыз. Қамырдың қалыңдығы орташа қалыңдықта болуы тиіс. Өте жұқа немесе қалың болмауы тиіс. Қамырды видеода көрсетілгендей 4 бұрыштап кесіп дайындап аламыз. Мәнті пісіргіш ыдысты немесе мантоварканы майлап дайындап аламыз. Мәнтіні видеода көрсетілгендей етіп түйуге немесе өз қалауымызша түйіп дайындаумызға болады. Мәнтілеріміз дайын мәнтіні 45 минут буда пісіреміз. Қалған мәнтілерді де жоғарыда көрсетілгендей қалыпта түйіп дайындаймыз. Дәл осы қалыпта түйілген мәнті дастарханға қоюға өте әдемі болып көрінеді. Мәнтіміз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Мәнті өте жұмсақ, дәмді болып пісті. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды өтінемін. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды.